Аңчы Төреғали Төрәлі қарындасын қолдан ұзатып, құтты ұясына қондырғанын хабарлады. Белгілі болғандай, Дархан Нұртаев пен Фариза Төрәлі үйлену тойлары болмаса да, некелерін қидырып, ерлі-зайып атанып алған. Төреғали Төрәлі бұл жайтқа елімізде белгіленген төтенше жағдай режимі себеп болғанын алға тартты. Оның айтуынша, қос тарап үйлену тойының күнін белгілеп қойып, оған барын сала дайындалып жатқанда, мемлекетте карантин басталып кеткен. Сол себепті жұлдызды әулет Фаризаның бағын байламай, сүйіктісі екеуіне некесін қидыра беруіне келісімін берген көрінеді. Алайда өнер иесі тұрмысқа шығып кеткен қарындасын қимай жүргенін жасырмады. Ол тіпті Instagram парақшасында оған әсерлі жазба арнап, оның үйлену тойына айтпақ болған әнін паш еткен. Қыз баланың өмірге келген сәтінен бастап бір күні теңін тауып, жат жұртқа кететініне көндігесің, мойындайсың. Бірақ шынымен кететін болса, жібере салу қиын. Өте қиын. Өзіміз де біреудің қызын әкеп алдық, оп-оңай. Ал үйлену, ұзату қиын. Жүрегіңнің бір парасын жұлып берген сияқты деген теңеу бекер емес. Бір анамыздың құрсағынан шығып, бір әкенің құшағында өскен қарындасының өмірлік жарына жолығып, рұқсат сұрап келген күнінен бастап беймаза күй кештік. Қуаныш пен қимастықтың ортасындағы түсініксіз сезім. Әкемнің қызын қалай қимай тұрғанын қайдам, менің өзім зорға жүрдім. Аты Фариза, күйеу бала Дархан. Екеуі некесін қиды, қолдан ұзаттық. Енді үлкен тойын белгілеп, әні міне деп отырғанда мына жағдайлар басталып кетті. Сосын қарыз алсаң қайтаруға, өмірден өткен кісіні жерлеуге, бойжеткен қызды ұзатуға асығыңдар деген шариғаттың шарттарымен құтты ұясына қондырдық құсымызды. Алла барған жерден бағын ашсын, тастай батып судай сіңіп, әулетінің дәулетін арттыратын, ырысын тасытатын, жарының жан тыныштығы, көз қуанышы болып жүре берсін. Жан Фаризам менің. Сіздердің де дұғаларыңызға мұқтажбыз. Көптің тілегімен қалқайып жүрміз ғой. Менің қарындасыма да бақ тілеп қойыңыздар, деп жазды ол.